Сәлем достар, жаңа жылда қандай ауқат асқанды мақұл көресіз деп халқымызға сұрау беріп көреміз. Ассалаумағалейкум Ашмас, бір-екі сұрау берсек бола ма? Жаңа жылда, мысалға, адамдар ауқат асады, қандай ауқат асқанды мақұл деп ойлайсыз? Жаңа жылда енді әркім өзінің қалеген асады. Бізге өзіміз жаңа жылда әмеше манты түйеміз. Жиғаларсын ба, түйіліп тұрсын деген ырымларымен сол манты істейміз. Басқа әмес отлап келе таялайды. Мен өзім манты істетемін. Қалауат қойса, шүмшей бар осы де. Енді шүмшей енді үйінде не зат көп болса, оны онша не қылмайды ғой. Қалауды емес, мантын тәуір көреміз, жаңа жылда манты істейміз бастайық. Жаңа жылда тілеклерім, Неке Құдайым, Қарақалпақстан халқына һәм мені таза жолменен құттықтаймын. Кіріп келген жаңа жылым сәмеге бақыт, несібе, әумет әкесін Құдайым. Әммеге несібелі жыл болсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, бала-шағамыз аман болсын. Әммеге сол зор денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум Ашпа. Байрамыңызбенен. Рахмет. Жаңа жылда қандай ауқат асқанды мақұл деп ойлайсыз? Жаңа жылда манты. Көп адам манты деп тұр ғой? Пельмен, манты, палау. Неге манты деп ойлайсыз? Манты енді бір халқымыздың бір милли тағамы да, өзгеше. Жиналып тұрады. Тапқан шыққаның түйіліп тұрады. Сондай ырымменен, сондай неменен істелінетін затта. Ауқат асасыз дейме? Бел Новый годта ма? Новый годта Құда қаласа манты асамын. Жаңа жылды жақсы өткерің апа. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Таза жылда таза бақыт, таза семьяңызда ауызбіршілік, бала-шағаңыздың ыратын көрің. Таза жылдан таза жылға Құдайым аманлықпенен, денсаулықпенен бастарымыздың аманы бауырларымыздың күтініменен жеткіре берсін. Денлеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Рахмет сіздерге де, мына базарымызды мынандай қылып ашып беріп қойыпсыз. Рахмет қызметлеріңізге, минетлеріңізге. Құдайым хәмеше жақсы ниетте көрсетсін. Рахмет.